Сәлем, достар. Бүгін сіздерге кофе-пай тортының рецептімен бөлісемін. Өте нәзік, жесеңіздер ауыздарыңызды ериді. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Мен бұны күйеуім туған күніне арнап жасағамын. Бізге қажет болады 120 грамм ұн және 20 грамм какао. 15 грамм қопсытқыш қосамыз. Құрамдарды араластырамыз. Жақсылап. 4 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Және араластырып жатып, қант саламыз. Қанттан 160 грамм саламыз. Жақсылап араластырып, қантымызды ертіп аламыз. Қара шоколадтан 150 грамм қосамыз. Осылай ыстық суда ертіп аламыз. Және сары майдан 70 грамм қосамыз. Миксермен жақсылап араластырып барлығын. Еріген шоколадымызды салып, тез-тез араластырамыз миксермен. Қалғанын тағы да салып, араластырамыз. Осылай етіп миксерімізбен тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымыздан осылай қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, мына массамыз дайын болды. Массамыз уже дайын болды. Қазір ыдысымызға салып, тез-тез пісіріп аламыз. Форманың көмегімен пергаментімізге осылай із түсіреміз. Осылай етіп шығарамыз. Және ыдысымызға қойып, массамызды құямыз. Тездетіп жасау керек. Осылай 2,5 ас қасықтан салып шығамыз. Дайын болды. 190 градуста 9 минут пісіріп аламыз. Келесі формамызды тағы да осылай етіп жасаймыз. Келесі коржымызға да осылай дайындаймыз. Ыдысымызға да 2,5 ас қасықтан құйып шығамыз. Коржымыз дайын. Коржымызды осылай кептіріп аламыз ыдыстың көмегімен. Осылай келесі коржымызды дайын. 140 грамм творожный сыр қосамыз. Осылай. 150 грамм сахарный пудра қосамыз. Және жақсылап араластырамыз творожный сырмен. Сливкиден 33% қосамыз. Мұздай болу керек. 280 грамм сливки саламыз. Сливкиді салған еген жақсылап 7 минуттай араластырамыз. Қоюланған кезде мінекей осылай қоюланады. 350 грамм маскарпоне қосамыз. Жақсылап араластырамыз 5 минуттай.
Массамыз уже дайын болды. Массамыз дайын болды. Креміміз уже қатты. Кондитерлік мешогымызға осылай саламыз. Менде насадка болған жоқ. Мен мешоктың басын қиып алдым қайшымен. Ыдысымызға осылай кішкене крем жағамыз. Және коржымызды саламыз. Енді жайлап шарик шығарамыз. Осылай етіп. Менде насадка болмағандықтан, менде шарикте кішкене болып шықты. Осылай етіп ортасына жағамыз. Біркелкі етіп. Енді келесі коржымызды саламыз. Тағы да шарик шығарып жағып аламыз. Енді соңғы коржымызды қоямыз. Глазурына 70 грамм қара шоколадтан қосамыз. Және 20 грамм сары май қосамыз. Сары майымызды ертіп аламыз микроволновкаға. Және шоколадымызбен бірге. Сливкиден 3 ас қасықтай қосамыз. Орнына сүт қоссаңыздар да болады. Дайын болды. Тортымыздың үстіне құйып шығамыз. Жанына осылай жағып шығамыз. Шоколадты. Енді тортымыздың бетіне Орео және әртүрлі өздеріңіз қалауы бойынша шоколадтермен әрлейміз. Фрукты, ягода қосамыз. Күйеуімнің туған күніне арнап жасағандықтан осылай бетіне жазып шығамын. Бұл бетіндегі кремнің қалғаны. Енді қалған жерінен әртүрлі шоколадтермен және ягодалармен қойып шығамыз ягодалардан. Арасына келіп қызым да көмектеседі. Көрсеңіздер болады қолын. Тортымыз дайын. Өте керемет, нәзік, дәмді тортымыз дайын. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, комментария жазып, лайк басыңыздар. Рахмет. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.